Сәлем, ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгінгі біздің жаңа Photoshop рамка деп аталады. Өткенде ғана көрсеткен болатынмын. Мінекей рамка. Сіздерге дәл осындай рамка керек болады. Оны түсу үшін қазір істелу уақытында көрсете салайын. Окей. Бастайық. Мінекей дәл осылай бірінші түсіп аласыздар. Бірінші қолданыңызға кез келген үйде диплом болсын, рамка болсын, мен өзімнің бір дипломды ұстап түсе салдым. То есть сертификатты мінекей суретке түсіру осылай. Енді өздеріңіздің идеяларыңызға байланысты. Мінекей бірінші бізде артық фонды бөлек суретке түсіріп аласыздар. Неге десеңіздер, қазір керек артық фонның өзін аяқты жоқ қылып жіберу. Мысалы ретінде фотода бізде аяқ жоқ еді, тек қана рамкадан былай қарап ештеңке жоқ еді. Окей. Қазір бір жеке фонд таңдап алайын. Мінекей көрсеңіздер, мына жерде көрсете салайын толық. Мінекей астында жоқ, ештеңке жоқ. Мынаның рамкасы әрине үлкен, онда мен үлкен рамка таппадым. Біріншіде фонның өзін осылай тартамыз да. Қазір енді менде обой, бұл фонды қоймайын, жай ғана сіздерге қалай аяқты жоқ қылып жіберуді көрсете салайын. Бір жігіттер жіберіп жатты ғой, астына стол қояды да, суретке түсіп астындағы столды тура осылай өшіріп тастайды. Бос фонды суретке түсіріп алып, астыңыздағы столды өшіріп тастап, тура бір ұшып тұрған сияқты істесеңіздер де болады. Қазір көрсете салайын. Мінекей өшіріп жатырмыз. Мінекей мен сіздерге көрсетпеймін. Қазір мінекей көбейткенде тура осындай болып шығады. Енді мен жай ғана әшейін істеп жатырмын бұны. Дәл бұлай шықпайды. Окей. Енді жалпы түсінікті болған сияқты бізге артық фонды бір түсіріп алып, кейін осылай өшіріп шығасыздар. Окей, бұны өшіре салайық. Себебі маған мысал ретіндегі фотоның фоны керек болды. Ол маған білмеймін, ерекше ұнап қалды. Соны қойған дұрыс. Біріншіден мен бұны қырқып аламын. Окей, төрт бұрышты 1:1 немесе жалпы білмеймін, оңайлау ол қырқып алғандарыңыз дұрыс сияқты. Окей, енді добавить фото. Добавить фото, фонды әкелеміз, осылайынан қоямыз да, білесіздер, қоюлағышты азайтып, тек қана адамның үстін өшіріп шығасыздар. Тек қана адамның үстін. Окей, бастаймыз. Өшіріп, толық өшіріп шығасыздар. Тек қана аяғына тиіспейсіздер. Бетін барлығын өшіресіздер. Рамканы өшіресіздер. Қолды өшіресіздер. Қазір бетін өшіріп жатырмын. Ең қиын осы бет болады негізінде. Неге қолды өшіреміз. Каждый бармақтың үстін өте қиындау болады енді бұл. Сонда да жақсы фото шығатынына сенем. Неге рамканың үстінде осылай өшіріп шығасыздар. Окей, мінекей енді қазір оны қалып кеткен жерлер бар екен. Окей. Толық өшіріп шыққанда осылай бір керемет не шығады. Қазір қоюлығын, фотоның қоюлығын азайтып көбейткен кезде, мінекей көбейткен кезде тура осылай көк-көмек болады. Тағы азайтып қалып кетпесін. Маған идея келді. Мына екі точканы көрдіңіздер, қазір мына точкалар идея келді маған. Ол үшін қоюлағышты көтеріп алайын, қазір сіздерге бір қызық көрсетемін. Мінекей, окей. Жанынан, қолынан осылай бастаңыздар. Білмеймін, креативті бір фото шығады. Қазір кішкентаймен тағы бір жібере салайын. Мінекей бір ерекше креативті фото. Осылай фотошоп кезінде аяқ асты бір ойлар келіп қалып жатады, соларды қолданып жібереміз. Окей, келесі бізде рамканың ішін, бұның өзін бір сохранить етіп аласыздар, айтпақшы. Қазір біз бұны рамкаға саламыз ғой. Енді бұның үшін қараға бояуымыз керек. Рамканың үшін қараға бояп шығасыздар. Неге десеңіздер, фотоны экран затемнить қылған кезде әдемі отырады. Енді қара қылмасаңыздар да болады. Ол не важно, просто мен қара қылып алсам, қазір фотода оңай болады өзіме. Мінекей рисовать, қара түсті аласыздар и фигураны жаңа білесіздер. Мінекей тексттен кейін фигураны. Сол жақтан санағанда 1, 2, 3 тұрған фигуралар сол. Сол жерге бассаңыздар 4 шығады. Мінекей, окей, бізге қараны белгілеп алдық. Қазір енді аламыз. Так. Мінекей осылайынан ішіне қойып шығамыз каждайын. Осылайынан так турлаймыз. Енді турлау қиындау болады. Мен рамканы есептемеппін, дұрыс түспей қалыппын. Сол себепті өзіме қиындық тудырады. Мінекей светлыйға қойсаңыздар әдемі болады. Ар жағында рамка көрініп тұрады барлығы. Енді шет-шетін тек қана рамканың нелерін өшіреміз. Мінекей көріп жатсыздар. Окей. Бірінші фото бізде дайын. Шет-шетін өшіріп тастадық. Окей қылып алып, қайтып добавить фото. Добавить фотодан тағы да шығарамыз. Тағы да шығарып, мінекей тура онда осылай ішінен өшіріп шығасын. Жан-жағын өшіріп шығасыздар. Окей.
мінекей о болып жатыр. Өшті. Окей, бірінші біздің оның ішіндегі фото да дайын болды. Оны да птичка қойып алып, тағы да добавить фото. Әр не қылған сайын білесіздер, қосып отырасыздар. Енді кішкентай ананың ішіне қоямыз, осымен өзі де бітетін сияқты. 3 фото қойылады. Егер рамкаңыз үлкен болса 4-5 фотода кете береді. Мінекей тура бұнда жоғарыдағы өшіргіш шет-шетін өшіреміз. Тоқтаңыздар. Окей, мінекей дайын болды кішкентайда. Все болды. Енді FX бояу, яғни эффект, фильтр, светокоррекция тағылы айтады. Солардың бәрін қолданып шығамыз. Мінекей көрдіңіздер, қара 1, 2, 3 ба, рамканың ішінен 3 ма істеппін ғой. Осымен болған сияқты. Енді FX-ке кірейік. FX бұл мінекей FX-тің біріншіне джокерді қоямыз. Әрине джокерді қойып, енді кривий инструментте кривий қойып кішкене ағартамыз. Окей, сонымен болған сияқты. HDR қосасыздар ма білмеймін, сіздерге тағы да қандай FX-тер ұнайды, барлығын басып көре беріңіздер. Так, енді біз осы бір зат үйретіп жібере салайын, сіздер сохранить еткенде көбіңізге неудобно болып жатады. Оны алдың сабақтайтып қойып, кешіресіздер. Мінекей достар, тура осындай немен жасалады. Потом сохранить ете салайын. Сау болыңыздар.